Бәледен сақтаған садақа. Бірде қайырымдылық қорына бір әйел сандықшаға салынған меруерт, алтын, күміс әшекейлерін алып келіп, мына заттарды таратып жібересіздер деп асыға шығып кетеді. Мұншама байлық тастап кете берген адамның жомарттығына таңғалған күйі қордың қазынашысы отырып қалады. Кейін оны қандай мақсатқа жұмсау керек екенін білмей біраз қиналады. Арада біраз жыл өтеді. Бір күні қайырымдылық қорға бала көтерген ерлі-зайыпты кісілер келеді. Әйелі қордың қазынашысынан 5 жыл бұрын өзі тастап кеткен асыл әшекейлер қандай мақсатқа жұмсалғанын сұрайды. Қазынашысы оған: біз әуелде оның зекетке жұмсауы тиіс пе, әлде садақаға таратылатын білмей бір жыл бойы сізді күттік. Сіз келмеген соң садақа деп мұқтаждарға таратып жібердік деп жауап береді әйел. Дұрыс жасаған екенсіздер. Мен айықпас ауруға душар болған едім. Бірде ғалымдардан садақа бәлені қайтарады деген хадисті естіп, Алла үшін берілген келсе, өздеріңе керексіз болған нәрсені емес, қымбат заттарını беріңдер. Алла ешнәрсеге мұқтаж емес, ол бай деген аятты оқып, ең бағалы деген заттарым, әшекейлерімді осында әкелген едім. Бірақ ол жүрегіме өте жақын болғандықтан, шайтан айнытып жібермесін деп тезірек шығып кеткенім сол еді. Одан бері мінекей, Құдайға шүкір, ауруымнан да айықтым, тұрмысқа да шықтым, балалы да болдым. Заттарымның аман есен, түгел таратылып кеткеніне көзімді жеткізейін деп келіп тұрмын, депті. Денсаулық адал жау мен балдан тәтті болған баладан қымбат не бар? Сынақ өмірде ненің қымбат, ненің арзан екенін білмей өтіп кетуден Алла сақтасын бізді.